Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын жұп-жұмсақ осындай ватрушки әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздерге бір стакан жылы су қажет болады. Соған дрожжды, біраз қасықпен қантты, жарты шай қасықпен тұзды және де майонезді салып жақсылап араластырамыз. Толық мөлшері төменде көрсетілген описаниеда, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Ұнымызды салып қамыр басатын боламыз. Дайын болған қамырға бір қасықпен сұйық май құйып, бетін сылап, көтерілуге қойып қоятын боламыз жылы жерге. 25-30 минутта қамырымыз дайын болғаннан кейін өлшеп ватрушкимізді әзірлей беретін боламыз. Міне, 60-70 грамм жеткілікті бізге. Осылай барлығының формасын жасап алғаннан кейін пергамент қағазымыздың бетіне қоямыз. Пергамент қағазыңыз сенімсіз болсаңыздар, астын майлап алыңыздар. Менде поклан болғаннан кейін покланға еш нәрсе жабыспайды. Міне енді осының бетін жауып 15 минуттай көтерілуге қойып қоямыз. Ол уақытта біздер салмасын әзірлейміз. 180 грамм творыққа 2 ас қасықпен қант және де бір жұмыртқа салып миксермен жақсылап араластырып аламыз. Осындай болған уақытта дайын деген сөз. Енді дайын көтерілген қамырымыздың бетін стақанмен басатын боламыз. Стақанның астын майлап алсаңыздар, қамырларыңызға жабыспайды. Міне осылай формасын келтіріп жіберсеңіздер де болады қолдарыңызбен. Енді жанын сарыуыз жағып шығатын боламыз. Сарыуызға кішкене қант қосып жіберсеңіздер, тәтті дәм береді. Міне енді салмамызды бетіне салып шығамыз. Және де осыны қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-35 минутқа қойып алсаңыздар, осылай өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.